Сәлеметсіздер ме 5 сынып оқушылары. Сіздермен бірге қазір біз осы 3-ші тоқсандағы соңғы тарауымыз, яғни ондық бөлшектер, жай бөлшектер тарауындағы соңғы тақырыбымыз бөлшектерден тұратын сандар тізбектеріндегі тақырыпты есепті бірге талқылайтын боламыз. Ең бірінші, сандар тізбегіндегі заңдылықтарды анықтау үшін 1005 есепте бізде мына жерде көріп отырсақ, яғни бір саны 1,2-ден бір санын ары қарай жалғастырып үш мүшесін жазуымыз керек. Оны қалай табамыз? Яғни өздеріңіз біліп тұрғандай, мына жерде бір санына, яғни біз бүтін санға 2-ден бір санын қоссақ, 1,2-ден бір саны болады. Яғни 1,2-ден 1-ге біз 2-ден 1-дің өзін қоссақ, дәл сол бір саны қосылып, бізде 2 бүтін санын беретін болады. Сондықтан мына жерде көріп тұрғанымыздай, оған барлық бөлшектеріне, яғни сандарына 2-ден бір саны қосылып тұр екен. Яғни ары қарай жазатын болсақ жауабын, 2,2-ден бір саны 2-ден бір саны қосылып тұрса, бізде сонда 3 саны шығар. Ары қарай табатын болса, яғни 3 санына 2-ден бір саны қосатын болсақ, 3,2-ден 1 болады. Және ары қарай кете берсе, бізде 4 саны шығатын болады. Енді ары қарай екінші есебіне келетін болса, мына жерде бізде бірінші есебімізде өсіп бара жатса, екінші есебінде не істеп бара жатыр, яғни кеміп бара жатыр. Яғни 8 саны кемгенде 7,4-тен 3, 7,4-тен 2. Яғни бұл қандай заңдылықпен кеміп жатқан табатын боламыз. Яғни өздеріңіз көріп тұрсыздар, алдындағы алымдары кеміп бара жатыр. Яғни 3, 2, 1 деп. Бұл жерде қалай табамыз? Яғни біз бұл жерде 4-тен 1 санымен азайтылып бара жатыр. Яғни ары қарай қалай табамыз? Сонда 7,4-тен 1-ден азайтсақ бізде 7 шығады. Одан ары қарай азайтсақ 6,4-тен 3. Мүшесі сонда бізде ары қарай 6,4-тен 2 болады екен. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Келесі біз 1006 есепті қарасақ, яғни бізге алдыңғы 2 мүшесін табыңдар, 2 сан тізбегін табыңдар деп тұр. Бұны қалай табамыз? Яғни бірінші біз артындағы мүшелерге қараймыз. Яғни неше санға кеміп тұр бізде? Яғни 32-ні 2-ге бөлсек 16 шығады, 16-ны 2-ге бөлсек 8 шығады. Дәл солай 8-ді 2-ге бөлген кезде бізде 4, яғни 4-тен 1-ін жазып қоямыз. 4-ті 2-ге бөлсек бізде 2-ден 1 шығады екен. Енді екінші есепті қарасақ, бұл жерде, яғни біз мына санды бірінші мүше ретінде алатын болсақ, яғни 6,2-ден 1-ге 7 шығу үшін біз 2-ден 1-дің өзін қосуымыз керек. Яғни дәл солай заңдылықпен есептейміз. Яғни 6,2-ден 1-ден қосқан кезде 7 шығады. 7-ге 2-ден 1-ді қоса 7,2-ден 1 шығады. Оған 2,1-ді қосатын болса 8 шығады. 8-імізге 2,1-ді қосатын болса 8,2-ден 1 шығады екен. Яғни сонда бұл сандар тізбегінде заңдылығымыз 2-ден 1 бізде тізбегі қосылып отыр екен. Ал енді балалар, біз деген Б деңгейіндегі 1009 есепті қарайық. Б деңгейде 1009 есепте, яғни бізде 1,3-тен 1, 2,3-тен 2, 4, 5,3-тен 1 ары қарай 2 мүшесін тап деп тұр. Оны қалай табамыз? Яғни өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай 1,3-тен 1-ге 1,3-тен 1-ді қосқан кезде бізде 2,3-тен 2 сан шығады. Яғни сонда бізде сан тізбегінде қосылып тұр, 1,3-тен 1 саны әрбір тізбекке қосылып тұр екен. Яғни біз ары қарай 2 мүшесін қалай табамыз? 5,3-тен 1-ге 1,3-тен 1-ді қоссақ бізде 6,3-тен 2 шығады. Оған 3-тен 1-ді қосатын болсақ, яғни 7 шығады. 3-тен 3 болады, оның бір тізбегі бір саны қосылып, яғни бізде 8 шығады екен. Енді ары қарай 4-ші есебін қарайтын болсақ, яғни бірінші тізбегі бізде 9 деп тұр. 4,2-ден 1 бұл жерде бізде қиындау болып кететіндіктен, мына жерін біз бұрыс бөлшекке келтіре аламыз. Яғни қалай келтіреміз? 2 саны тұра береді, 2,4-тен 8, алыммен 9 болады. Яғни келесінде бізде 4-тен тұра береді, мынау 2,4-тен 8, мынау 9, 8-міз тұра береді, 1,8-ім 8 қосылып 9 береді. Яғни астында, мына жерде 9-ның астында 1 бар деген сөз. Яғни ары қарай қарасақ түсінікті сияқты, яғни 2 саны бір-біріне көбейтіліп,
1-ді 2 көбейтсек 2 шығады, 2-ні 2 көбейтсек 4, 4-ті 2 көбейтсек 8, 8-ді 2 көбейтсек 16 болады. Және ары қарай сонда 16-ні 2 көбейтсек 32-де 9 болады екен. Сонда өздеріңіз көріп тұрғандарыңызда 2 мүшесі 16-дан 9 және 32-ден 9 болады. Келесі сіздерге оқушылар 1011 есепте n тең болады n квадраттан 1, яғни мына формула арқылы сіздерге 5 мүшені жазыңыздар деп тұр. Оны қалай жазамыз? Яғни n біріміз бізде a бірім 1 деп беретін болса, мына n-нің орнына біз бірлерді қойып шығатын боламыз. Қалай қоямыз? Яғни біріміз қойып тұр бізде, ары қарай 1-дің квадраттан 1, яғни 1-дің квадраты бізде 1-ге тең, ал мұндағы 1 тұра береді, 1-ді 1-ге бөлсек бізде 1-ге тең болады. Екіншісі, a2-ні қарайтын болса, яғни дәл солай жазамыз, 2-нің квадраты 1, яғни 2-нің квадраты бізде 4, 4-тен 1 болып қала береді. Үшіншісіне дәл осындай, яғни формула қойған кезде 3-тің квадраты 1, 3-тің квадраты бізде 9, 9-дан 1, 4-тің квадраты бізде 16, 16-дан 1 болып қала береді. Ары қарай 5-тің квадраты бізде 25, яғни 5-тің квадраты 1, яғни 25-тен 1 болып қала береді. Ары қарай біз өзіміздің тізбегімізді жазып алатын болсақ, бірінші бізде 1, және де екіншісі 4-тен 1, үшіншісі 9-дан 1, төртіншісі 16-дан 1, бесіншісі бізде 25-тен 1 екен. Яғни мына жерде нені түсініп тұрмыз? Яғни әрбір санның квадраты 2-нің квадраты 4, 3-тің квадраты 9, 4-тің квадраты 16, 5-тің квадраты 25, 6-тың квадраты 36, 7-нің квадраты 49, яғни дәл солай тізбектеліп кете береді екен. Оқушылар, енді біз 1013 есепте бізге енді сандар тізбегінің мүшесін табыңдар демеген, керісінше бізге оның формуласын есептеп шығардыңдар деген. Оны қалай шығарамыз? Бірінші біз сандар тізбегінің мүшелерін тауып аламыз, яғни қанша тізбек қосылып тұрған тауып аламыз. Қарасақ, бірінші тізбек пен екінші тізбекке қарасақ, яғни екеуінің араларында бір бүтін қосылып тұр, бір бүтін және де жартысы қосылып тұр. Яғни бір бүтін 2-ден 1 қосылып тұр екен. Дәл солай 3 бүтін 2-ден 1-ге 1 бүтін 2-ден 1-ді қосатын болса 5, оған 1 бүтін 2-ден 1-ді қосатын болса 6 бүтін 2-ден 1, дәл солай кете береді. Енді формуласын қалай шығарамыз? Яғни n деп алатын болсам, менде бірінші қосылып тұрған тізбегім 1 бүтін 2-ден 1 n ұмытпаймыз, және де оған қосамын 2-ден 1-ді, яғни 2-ден 1, мына 2 сан шығу үшін қалай шығады? Дәл солай 2-ден 1-ді, яғни 1 бүтін 2-ден 1-ге 2-ден 1-ді қосатын болсам, бізде 2 саны шығатын болады. Ары қарай есептеп қарасақ, яғни екінші мүшесін табатын болсақ, a2-мізді тауып көрейік. Бірінші мынаны бұрыс көшеге айналдырайық. 2-ден, яғни 2-ден 3 шығатын болады. 2 саны n-нің орнына әкеліп қоямын, қосамын 2-ден 1. 2 мен 2-ді қысқартамын, менде қалады сонда 3 бүтін 2-ден 1. A3-ді тауып көрейік. A3 тең болады. A3 менде жазып көрейік. 2-ден 3 деймін, көбейтемін 3-ке, қосамын 2-ден 1-ді. 3-імді алымына көбейтіп жіберсем менде 2-ден 9, оған қосамын 2-ден 1-ді, менде 2-ден 10 шығады. Алымын бөліміне бөліп жіберсем 5 шығады. Яғни менде жауабы 3-ші мүше дұрыс екен. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге бүгінгі сабағым түсінікті деп ойлаймын.